Ассалаумағалейкум достар. Біз бүгінгі видеода Каспийдің болмаса басқа да банктердің өтірік чегін қалай жасайтыны туралы айтатын боламыз, және соны тексереміз. Және осы өтірік чектен қалай алданбау үшін қандай жолдары бар туралы айтатын боламыз. Видеоның аяғына дейін көріңіздер. Қазіргі кезде әсіресе мына Каспий кодты біз өте көп пайдаланамыз. Мына базарларда, сауда орталықтарында таксистер, болмаса мына кәсіпкерлер осы Каспий код арқылы көп пайдаланады. Өзімізде бір адамнан ақша алғанда, болмаса бір адамға ақша лақтырған кезде осы Каспий кодты пайдаланамыз. Және осы лақтырған ақшамызды, болмаса бізге лақтырған ақшаны біз чек арқылы тексереміз және соған сенеміз. Бірақ қазіргі уақытта осы чекті өтірік жасайтын адамдар пайда болған және солай жасалып жүр. Сондықтан бұндай чектерге біз көп сене беруімізге болмайды. Мысалға біз Каспийге кіретін болсақ, история, мына осы жерде мысалға өзіміздің лақтырған түбіртектер, яғни мысалы осы чек бұл таза Каспийдің бізге көрсеткен чегі. Осындай чекті біз жалған түрін қалай жасалады, сол жайлы көрейік. Мысалы кіреміз және осының іздеу батырмасына чек деген сөзді жазамыз. Осы кезде мына екіншісіне гүл тұрған екінші ботқа кіреміз. Стартты басайық. Және осы жерге біз Каспий бізге көп керегі бізге Каспий, осы Каспий тексеретін Каспий деп жазамыз. Сол кезде бізге міне қандай түрлері бар жібереді. Мына баланс, перевод, мысалға мынау баланс болып тұр, мына жақта мына чектер тұр. Осыны жасап көрейік. Біз мысалға бірінші баланс жасайық. Мына пример көрсетіп тұр, өз қалай жазу керек екенін. Мысалға бірінші уақыт жазады. Уақыт 13 бір 46 дей салайын, бір 13:46-да менде ақша саны мысалға бір 250 мың теңге тұр дейік карточкада. Мынау соңғысы, бұл карточканың соңғы 4 саны. Мысалға бұған бір 34,56 дей салайық. Жіберсеңіз, міне сізде қанша ақша бар туралы мысалы соткаға түсіре саласыз, міне дайын тұр. 250 теңге, мысалы осындай ақша тұр деген сияқты. Мысалға енді перевод бізге ең несі, перевод. Қайтадан Каспий деп жазайын. Мысалға перевод. Мысалы бір затты аласыз да, перевод жасайсыз. Мысалға соны қалай жасайды, мысалы жалған түрде. Бұл өте қауіпті нәрсе. Мысалға 13 уақытымыз, 46. Бұл дегеніміз, бұл негізі әсіресе саудагерлер сақ болу керек осылардан, сол өтірік чек жасайтындардан. Мысалға ол 150 мыңдық затты алды дейді. Сізде сойды саудаласып жүріп болсын жай жазады. Бюджетте сіздің сөйде Каспий кодыңызда жазылып тұр. Қазір барлық жерде Каспий кодты адамның атын жазып қойған. Сол жерде мысалға қандай адам, кез келген сол жерде сіздің атыңыз жазылып тұрады. Мысалға Сұлтан деген адам жазылып тұр. Сұлтан деген мысалы А дейді. Осындай адамның аты жазылып тұр. Жібере саламыз. Шамалы күтсеңіз, міне 150 мың теңге. 150 мың теңге Сұлтан А дегенге адамға лақтырылды. Көрсетесіз, анау көреді, болды дейді, болды. Бұл мынау жалған чек. Ал енді бізге мынау чекті сотка арқылы лақтырып жіберетін чек лақтыратын болсақ, оны тағы Каспий деп жазамыз. Чек жасайық. Мысалы 13:46 Сұлтан А, мынау телефон нөмірін 77 деп жаза салайық. Мысалы 250 мың теңге бағана көрген чектегі мысалға нені квитанциясының нөмерлері ғой. Бұл квитанция нөмері жаңа чектен көріп жаза салдым, оны ешкім мән бермейді да оғанша. Одан кейін уақытысы, мысалы сол күнгі именно уақыты, одан кейін мысалға өзінің бір адамның атын жаза салады. Сонда жібереміз. Осыған чек жіберді бізге. Таза чек, ешқандай айырмашылығын таба алмайсыз. Мысалға мен енді осы чекті жаңағы мен Каспийден көрсеткен чекпен салыстырайық. Ашылып тұр чек. Ал енді салыстырыңыз. Мысалға мынау перевод дейді. Ешқандай разницасы жоқ.
барлығы бірдей. Каспий Голд тіпті ең аяғына мысалы анау фамилия 0 теңге дейді. Уақытысы, мынау квитанциясы ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан біз бұндай чектерге сене бермейміз. Бұның жолы біз сотканы телефонымызға түскен ақшаны анық көзіміз жеткізіп, және сол адамнан, именно сол адамнан түскеніне көреміз. Және біреулер осындай чекті жіберсе, оның асықсып ақшасын лақтырып жібермей, мысалға бір адамдар алдап осындай ақша лақтырды ініңе, мысалға мамаңа лақтырдым деген сияқты ақша чекке лақтырса, соны звондап анығына жетпей ақшаны қайтарып лақтырып алданып қалып жүрмеңіздер. Ұнаса лайк басамыз, тіркелеміз. Осындай қызықты видеолар көреміз.